Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай сәнді көйлектің тігілу жолымен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Көйлек тігу үшін маған атлас матасы және де фатин матасы керек болды. Матаға осылай лекаламды қойып алып, тігіске 1 см бердім. Бұл менде артқы бөлігін пішіп жатырмын. Етегіне жанына 1 сантиметрден бердім. Артқы жақта замок орналасатын болғандықтан мен 2 сантиметр бердім. Мен алдыңғы және артқы бөлікті қиып алдым. Атлас матасынан мен 2, өйткені бізге астары керек болады, және де фатиннен тағы 1 қиып алдым. Сонда бізде 3-3-тен болады. Көйлектің алдыңғы бөлігіне фатинді қойып, жан жағын тігіп шығатын боламыз. Артқы бөлігіне де дәл солай фатинді қойып тігіп шығатын боламыз. Енді біздің астар матаның иық тігістерін қосатын боламыз. Негізгі матаның да иық тігістерін қосып алатын боламыз. Енді астарлы матамен негізгі матамызды бір-біріне беттестіріп, мойнына булавканы түйреп алатын боламыз. Ең бірінші булавкаларды қадап алып, одан кейін айналдыра тігіп шығатын боламыз. Және де артқы бөліктен 2 см замок тіккенге қалдырамыз. Енді тігіске 1-2 мм жеткізбей, осылай қайшымен мойын ойындысын қиып шығатын боламыз. Енді бізге көйлектің иығына желбіршек жасау қажет. Мен алдын ала дайындап қиып алдым. Енді осыны сборкамен жинап аламын. Матаның оң бетіне желбіршекті қойып, сыртынан астарлық матаны осылай жауып, булавкамен түйреп алатын боламыз. Мен булавкамен барлығын түйреп шықтым, және де осы жерді айналдыра тігіп шығамыз. Мен екі жағында тігіп алдым. Енді оң бетіне аударамыз. Оң бетіне аударып, жақсылап үтіктеп шығатын боламыз. Менде осылай шықты. Енді бізге жан тігістерін қосуымыз қажет. Дәл видеодағыдай осылай астар мен астарды негізгі матамен негізгі матаны осылай қосып, ұзыннан тігіс түсіретін боламыз. Екі жағында дәл солай тігіп аламыз.
Міне мен тігіп алдым. Енді бізге көйлектің етегін тігуіміз қажет. Міне мен атлас матадан ұзын полоска қиып алдым. Ені менде 1,5, ал ұзындығы әркімнің өз қалауы бойынша тіксеңіздер болады. Енді осыны сборка жасап жинап алатын боламыз. Міне мен фатинді де қиып дайындап алдым. Бұны да дәл жаңағыдай сборка жасап жинап алатын боламыз. Енді көйлектің белін осылай өлшеп аламыз. Бізде көйлектің белі қанша шықты, юбканың да белі сондай болу керек. Міне мен көйлектің етектерін барлығын сборка жасап жинап шықтым. Енді бізге жан тігістерін тігуіміз қажет. Барлығын тігіп шығатын боламыз. Міне мен барлығын тігіп шықтым. Енді фатинді бір-біріне осылай кигізетін боламыз. Юбканың жан тігісін тіккен кезде 5-6 см қалдырамыз. Өйткені бізге ол жерге қазір замок тігетін боламыз. Сондықтан 5-6 см алып қаламыз. Міне менде көйлектің етегі осылай шықты. Енді көйлектің етегі мен көйлектің үстіңгі бөлігін қосатын боламыз. Міне біз юбкасы мен көйлектің үстіңгі бөлігін қосып алдық. Енді астарлық матаны ине жіппен, жасырын тігіспен айналдыра тігіп шығамыз. Енді бізге көйлекке замок тігу қажет. Көйлекке қалай замок тігу керегін мен да ссылка қалдырам, сол жерден көре аласыздар. Міне біздің көйлегіміз дайын болды. Мен беліне кружево салдым және де осындай ыстық клеймен моншақтарды жабыстырып шықтым. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.